үй кезекке тұрдым, номерін көре алмай жатырмын деген жандарға. 24 мамырға дейін бізде кезекте KZ сайты жұмыс істеп тұрды. 23-не дейін үй кезекке жібергендер бар. Ал кезекте сайтында білесіздер, 15 жұмыс күнінде қаралып кезекке тұрады немесе отказ болады. Сол үшін қазір сіздің Өркен отбасы KZ-тегі кезегіңіз көрінбейді, себебі кезекте KZ-те 23 мамырға дейінгі өтінім бергендердің кезегі қойылғаннан кейін сіздердің кезектеріңіз анықталады. Сондықтан сіздер 15 жұмыс күні күтулеріңіз керек болады. 15 жұмыс күнінен кейін кезекте KZ-тегілердің барлығы кезекке тұрғаннан кейін сіздердің осы 24 мамырдан бастап кезекке тұрғандарыңыздың барлығы зафиксировать етіледі де кезегіңіздің саны шығатын болады. Ал кезекте бар жоғымызды, нешінші тұрғанымызды қалай тексереміз дейтін болсаңыз, келесі рилста мен сізге салып қоямын.